Сәлем достар, бүгін біз оңай әрі тез дайындалатын торт жасайтын боламыз. Ең алдымен кез келген сметана, үлкен қасықпен 3-4 қасық және өз қалауларыңыз бойынша сахар, кремге арналған арнайы осындай вип-пак қоссаңыздар болады, немесе сливки. Осы үшеуін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Мінекей креміміз де дайын болды. Кез келген магазин немесе базарлардан осындай коржи алып, дайын болған кремді жағып шығасыздар. Ең алдымен астына жағуды ұмытып кетпеңіздер. Өз қалауларыңыз бойынша клубникамен немесе шоколадты ерітіп жағып шықсаңыздар болады. Менде олардың ешқайсысы жоқ болғандықтан какаомен безендіре салдым. Дайын болған тортымызды холодильникке 30-40 минутқа салып алсаңыздар, дәмі деген айта алмаймын достар, прям керемет, сочный болып шығады. Видеом пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп алыңыздар, және де лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер де осы тортты жасап көріңіздер, және де осы видеоның астына қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Мінекей менің тортым да дайын болды, ал қалай шығыпты бағасын беріңіздер. Всем пока!